90-шы жылдардың басында өзінің қылмыстық ықпалын күшейту үшін Сары Алмаз өз қатарына жаңа мүшелерді белсенді түрде тартқан болатын. Нәсіпбай Нәсеновтың қылмыстық қоғамдастығындағы осындай топтардың бірі кейін 4 ағайынды атанған спорттық студент жастардың арасынан құрылған Айшуақ Құрманғали, Жантүгел Серік, Ізбасар Еркін және Үшкеев Асқар бастаған ұйымдасқан қылмыстық топ болды. 90-шы жылдардағы Қызыл Алмаз және 4 ағайынды қылмыстық қауымдастықтың 400-ден астам мүшесі болды. 1997 жылы Сары Алмаз Барселонадағы вилласында өлтірілген күйінде табылды. Кісі өлтіру күні бүгінге дейін ашылмаған. Ал 4 ағайынды қылмыстық тобы Сары Алмаз қайтыс болғаннан кейін де өзінің қылмыстық ықпалының аясын толығымен сақтап кеңейтті. Дәстүрлі қылмыстардан басқа, ұйымдасқан қылмыстық топтардың жетекшілері өздерінің көлеңкелі капиталын заңды экономикаға енгізуге белсенді әрекет жасады. Олардың қылмыстық әрекеттерінің ауқымына келесі салалар кірді. Қазақстан-Қытай шекарасы арқылы алкоголь мен халықтың тұтыну тауарларының контрабандасы, қаргөш және бақты кеден бекеттерін бақылау, астық құрылыс бизнесі, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жанар-жағармай материалдарын темір жол арқылы тасымалдау, Ақтау теңіз портын бақылау, Алматы, Ақтөбе, Тараз, Ақтау қалаларындағы көптеген ойын-сауық мекемелерін, ойынханаларды, клубтарды, мейрамханаларды және тағы басқа бақылау, Алматы қаласы мен облысындағы киім базарын бақылау. 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық топтың негізін қалаушылардың және жетекшілерінің бірі 1996 жылы Ақтөбеде көлігінің жарылуы салдарынан, басқа нұсқа бойынша жазатайым оқиға салдарынан мүгедек болып қалған Еркін Ізбасар. Кейбір мәліметтерге қарағанда, ол 2003 жылы аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сынақ мерзімінде жүргенде 4 ағайынды деп аталатын ұйымдасқан қылмыстық топ құрған. 2017 жылы Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотында прокурор Айбек Шоқпаров 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық топтың қалай пайда болғанын айтып берді. Тергеушілердің айтуынша, топ жетекшісі Еркін Ізбасар адамдар жинап, қару-жарақ алуға мүмкіндік іздеген. Топқа 7 адам қосылды. Олар топтағы иерархияны танып, өзара рөлдерді нақты бөлді. Ізбасар басқарды. Топ мүшелерін қаржылай қамтамасыз етті. Құқық бұзушылықтарды ұйымдастырды. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне үнемі қылмыс жасау объектілерін іздеуге бағыттады. Қылмыстық кірісті алып таратқан, деді Айбек Шоқпаров. 4 ағайынды бұрынғы тәртіп сақшылары ауған ардагерлерімен жолы болмай қалған спортшылардан өздерінің торпедалар отрядын құрды. Торпедалар деп топ басшыларының бопсалау, қорқыту бойынша және тағы басқа бұйрықтарын орындайтын адамдар. Қылмыстық топтағы мұнай мен көмірсутектерге қатысты барлық нәрсе Құрманғалидің, дәлірек айтқанда Құрманның қамқорлығында болды. Құмар ойын орындары, мейрамханалар мен барлар, бөлшек сауда, автотұрақтар, Қытай шекарасы арқылы алкоголь мен өнімдердің контрабандасы ұйымдасқан қылмыстық топтың басқа жетекшілері Қайрат пен Серікке бөлінген. Соңғысы Жамбыл облысында жанар-жағармай құю станциялары мен ауыл шаруашылық кәсіпорындары желісінің иесі болды. 90-шы жылдары сол кездегі полиция репортаждарының басты кейіпкерлері Құрманғали Айшуақ, ағайынды Еркін және Қайрат Ізбасарлар негізінен ірі топтық қақтығыстарға қатысты. 90-шы жылдардың аяғында 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобы атын Айшуақ Жантүгел деп өзгертті. 2000-ші жылдардың басында Алматының көтерме киім базарларында белсенділігін күшейтті. Кейбір ақпарат көздеріне сай, Алматы қаласы Сталлоне лақабаты бар Қайрат Ізбасардың қол астында болған. Бригадирлер мен топтың қарапайым жауынгерлері барлық көтерме базарларда барлық саудагерлерге алым салық іліп қойған. Қатан төлемақы мөлшері белгіленіп, әр кәсіпкер күн сайын рекеттерге 2-3 мың теңгеден беруге мәжбүр болды. Кейде келесіде күлкілі жайттар да орын алады екен. Күннің соңында ұйымдасқан қылмыстық топтың торпедалары шаршағандықтан аяқтарында тұра алмайтын дәрежеге жеткен екен. Бұл таңғаларлық емес, себебі тек бір базардағы саудагерлердің өзін аралап шыққанша денеңді тер басады. Ал Северное кольцода базарлар жеткілікті. Ұйымдасқан қылмыстық топтың бригадирлері өздерінің жауынгерлеріне аз да болса жеңілдік жасау үшін көтерме киім базарларының жанында жұмыс істейтін такси және автобус жүргізушілеріне қылмыстық салық жинауды бұйырды. Тіпті балмұздақшылар да саудагерлерден ақша жинаумен айналысқан. Бірақ содан кейін бригадирлер күтпеген нәрсе болды. Кірістер төмендеді. Бірақ жүргізушілер мен балмұздақ сатушылар сол кездері берекелі деп еске алады. Әрине олар жиналған салықтың бір бөлігін өз қалталарына салатын болған. Алым салық төлеуден үзілді-кесілді бас тартқан кәсіпкерлер де аз болған жоқ. Көтерме киім базарларының күзетшілері арқылы балмұздақшылар мен жүргізушілерді салық жинаудан шеттету туралы бұйрық берілген. Одан кейін ұйымдасқан қылмыстық топтың содырлары бас тартқандарды мұқият қолға алды. Егер саудагерлердің бірі ақша бергісі келмесе, онда оған пайда болатын қиыншылықтар туралы ишара жасалған. Егер ол сол кезде де төлегісі келмесе, топ жауынгерлері оны жұмыс күнінен кейін ұстап алып, қатты соққыға жыққан.
Өкінішке орай іс тек ұрып соғумен шектелген жоқ. 2007 жылы 1-2 айдың ішінде базардың 10 қызметкері із-түссіз жоғалып кеткен. Кейінірек 4-еуі ғана табылды, бірақ өлі күйінде. Алматы маңындағы Первомайка ауылының маңында 2 кәсіпкердің мәйіті табылды. Зардап шеккендердің бірінің өліміне тұншығу себеп болған, ал екіншісінің басын жарған. Екеуінің қалтасының іші сыртқа шығып тұрған. Сондықтан бұл соңы кісі өлтірумен аяқталған көшедегі тонау әрекеті сияқты көрінді. Тағы 2 базар жұмысшысының мәйіті көтерме базардан 20 шақырым жерде Атакент аумағында табылды. 2 жәбірленуші де сот медициналық сарапшылардың қорытындысына сәйкес сапасыз алкогольден уланған. Бірақ сараптама анықтағандай, алкогольдің химиялық құрамы әртүрлі болып шықты. Сондай-ақ 2 адам бірдей күнде қайтыс болмаған. Сонымен қатар жәбірленушілердің денелеріндегі әлі жоқ болып үлгермеген көгерген және қанталау іздері алдымен екеуінің де қатты соққыға жығылғанын айғақтайды. Соққыдан есінен танып қалғанда ауыздарына шарапты құйып жіберуі мүмкін еді. Қылмыстың суреті 2 кісі өлтірудің де мұқият ұйымдастырылғанын және тонау мен улану ретінде бүркелмеленгенін көрсетеді. Алматы облысында аймақтық жедел уәкілдер 2 күдіктіні ұстады. Екеуі де 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі екенін мойындады. Олар тағы 4 кәсіпкерді өлтіргендерін мойындады. Қаза тапқандардың денесі Алматы облысының 2 ауданында Талғар мен Іледен табылды. Караван басылымына сұхбат берген тәртіп сақтау ұйымының бұрынғы қызметкері осы 2 кісі өлтіруші ұсталса да, Алматыдағы көтерме сауда базарларындағы саудагерлердің дүрбелені әлі толастамаған. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалғаннан кейін базардағы тағы 2 саудагер із-түссіз жоғалып кеткен. 90-шы жылдардың аяғында Алакөлдің жағасын бақылаған Рыбачинскилер атты ұйымдасқан қылмыстық топ Алматы-Үрімші тас жолында бұрын сәтті жемін тауып жүріп келген басқа топтарға қатты қысым жасады. Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Үңгіртас Аққайнар бағытындағы жол бойында орын алған стрелкада нағыз қырғын болды. Нәтижесінде Рыбачинскилердің 3 қарсыласы жойылды. Оларды пышақпен бауыздап, бастарына ақтық оқтарын атып, айқастарын бітірген. Тергеу анықтағандай ТТ тапаншасы кісі өлтіру қаруы болған. Қапшағай қазіргі Қонаев қаласындағы ойын автоматтары залдарын басып, Хоргосқа жол тартқан Рыбачинскилердің басшылары оңтүстік Астананың базарлары мен ойын-сауық орталықтарына ат басын бұрды. Бірақ содан кейін шеттен келгендермен олжаларын бөліскісі келмеген 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобы олардың жолын кесіп тастады. Нәтижесінде 4 ағайындылардың басшылары қарсыластарының бірі Рыбачинский ұйымдасқан қылмыстық тобының бригадирін алып тастауға бұйрық берді. 2005 жылдың күзінде Алматы облысы Қарасай ауданындағы базарда 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық топтың жендеттерінің бірі қылмыстық бастықтардың бұйрығымен олардың жауын жойды. Көптеген куәгерлердің көзінше өлтіруші пышақ ұстап алып, оны құрбанына бірнеше рет сұғып алған. Жәбірленуші қайтыс болды, ал өлтіруші қылмыс орнынан тез арада кетіп қалды. Осы көрнекі жазалаудан кейін 4 ағайынды Рыбачинскилермен уақытша бітімге келді. Ағайынды төрттік Хоргоскеден бекетінде аяқталатын Алматы-Үрімші тас жолына ерекше назар аударды. Магистраль Алматыны Қытаймен байланыстырды. Хоргоскеденінен күніне түрлі жүк тиеген жүздеген жүк көлігі өтеді. Жүк тасымалдаушылардан бопсалау, сенімді контрабанды көпірін ұйымдастыра білу, Аспан империясының ұйғыр аймақтары мен қару-жарақ саудасы 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобын осы жерге еліктірді. Кейбір деректерге қарағанда, бұрынғы 4 ағайындының орнына келген топ басшыларының жаңа мүшелері Руслан, Ауқат және Оралған шекарадағы шаруаларды басқарып жүрген. Түрлі уақытта 4 ағайындының негізгі жетекшілері қылмыстық кодекстің бопсалау, тонау, адам ұрлау, контрабанда, қару мен есірткінің заңсыз айналымы, ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оның қызметіне қатысу баптары бойынша айып тағылып түрмеге түскен. Мүгедек еркіннен басқасының бәрі темір тордың ар жағында болған. Ол банданы басқаруды және қару-жарақ саудасын жалғастырды. Сонымен бірге қамқорлық пен қайырымдылық істерімен айналысты. Жазасын өтегеннен кейін қарақшылар қайтып оралып, заңды бизнесмендерге айналды. Құрманғали Айшуақ алкоголь нарығын 2015 жылға дейін басқарып келген. Бір қызығы ол бауыр циррозынан қайтыс болған. Қайрат Ізбасар жазасын өтеп, Қазақстан-Қытай шекарасының кеден бекеттерінде қылмыстық бақылау орнатты. 4 ағайындылардың тағы бірі Серік Жантүгел, бұрынғы Серік Матышев, ойын бизнесін дамытуға белсенді араласып, Қапшағай қаласындағы Астория, Фламинго, Бомбей және Ксо казиноларына иелік еткен. Асқар Үшкеевте бизнестің кейбір түрлерін заңдастырған. Қазір Алматыда табысты кәсіпкер. Ұлттық спорт түрі ат бәйгесіне де инвестиция салғаны туралы мәліметтер бар. Оның Қазақстанда бірнеше асыл тұқымды жылқы зауыттары бар.
Ұзақ уақыт бойы сыбайлас жемқорлық байланыстарының болуы мүгедек арбасына танылған Еркін Ізбасарға қылмыстық жауапкершіліктен жалтаруға көмектесті. Ол Ақтөбе облысында заңсыз мұнай операцияларынан түскен ақшаны өз қолында шоғырландырды. 2007 жылы ол қару-жарақ партиясын тасымалдау кезінде тұтқындалып, құқық қорғау органдарының хабарламаларында жарқ етті. Полиция бөлімшесінің бастығы ықпалды адамдар бірнеше рет қоңырау шалғаннан кейін Еркінді жіберді. Кейінірек полиция басқа бөлімнің бастығы болып шықты. Күрделі оқиға сотқа дейін жетіп, содан іс тынды. 2016 жылдың желтоқсан айының басында Ұлттық қауіпсіздік комитеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Ақтөбеде бірлескен арнайы операция жүргізіп, Еркін Ізбасар мен оның сыбайластары Ақтөбе облысында ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында мұнай ұрлау фактісі бойынша ұсталды. 2017 жылдың 5 желтоқсанында Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотының ғимаратында Ақтөбе облысында мұнай ұрлығына қатысы бар 26 айыпталушыға қатысты басты сот отырысы басталды. Олардың арасында Ақтөбе қалалық ішкі істер департаменті бастығының бұрынғы орынбасары Рахат Аханов та болды. Олардың 14-ін Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері, қалған 12-сін ішкі істер министрлігінің тергеушілері тергеді. Сот анықтағандай, соңғы 12 айыпталушы 39 миллион теңгеге мұнай ұрлап шығын келтірген. Сотта анықталғандай, сотталушылардың кейбірі бұрын сотталған, көпшілігі тек орта білімді, некеде болған, кәмелетке толмаған 2-5 бала тәрбиелеп отырған. 2018 жылдың тамыз айында Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты үкім шығарды. Қылмыстық істің материалдары 300 томды құраса, 180 парақтан тұратын айыптау актісін мемлекеттік айыптаушы 2 тәулік бойы оқыды. Судьяға үкімді қысқаша жариялау үшін 3 сағат қажет болды. Еркін Ізбасарға қылмыстық жолмен табылған мүлкі тәркіленіп, қауіпсіздігі барынша жоғары қылмыстық атқару жүйесінің мекемесінде жазасын өтеуге 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі және Еркін Ізбасардың ең жақын серігі Аухат Қалиев қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленіп, 11 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде өтеуге сотталды. Үкім жарияланған кезде Еркін Ізбасар тәртіп бұзған үшін сот залынан шығарылды. Еркін Ізбасар мен оның басты серігі Аухат Қалиев өз кінәләрін мойындамады. Мұнай ұрлығы бойынша сотта Еркін Ізбасарды 5 адвокат қорғады. Еркін Ізбасарға тағылған айыпқа жауап ретінде сотта өзінің ұйымдасқан қылмыстық топ құруға қатысын жоққа шығарып, мүгедек қылмыстық әрекетке қатысы алмайтынын алға тартты. Ізбасарға 10 бап бойынша айып тағылды. Олардың арасында қылмыстық қоғамдастықты ұйымдастыру және ерекше ірі көлемде мұнай ұрлау бар. 2014 жылы Ізбасар тобы үкімде айтылғандай профилін өзгертуге шешім қабылдады. Барлық өңірлік мұнай ұрлаушыларды бақылауға алу туралы шешім қабылданды. 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобы негізінен Байғанин ауданындағы кен орындарынан мұнай ұрлаған ақтөбеліктерге салық салған болатын. Мұнай ұрлаушылар ұрланған мұнайдың әр литрінің пайыздық үлесін төлеп отырды. Сонымен қатар қылмыскер ағайындар қараусыз қалған және жұмыс істеп тұрған кен орындарынан да мұнай ұрлаған жергілікті тұрғындарды бақылауға алды. Топтың қанша мұнай ұрлағанын нақты ешкім білмейді. Ұрланған мұнайды тасымалдаған қарапайым жүргізушілермен қатар қылмыстық топ құрамына қара алтын ұрлаған Сагис Петролиум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен СНПС Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы кен орындары операторлары кірді. Олар ұрланған мұнайдың әр литрінен 6 теңгеден алған. Полиция қызметкерлерінің ұрланған майы бар көліктерді ұстауына жол бермеу үшін бұл іске Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Рахат Аханов тартылды. Қызметі үшін полковник ай сайын 300-400 мың теңге көлемінде аузбастырық алатын. Сыйлық ала отырып Аханов мынандай рөл атқарды. Полиция заңсыз мұнай тасымалданған көліктерді ұстағанда, көлік жүргізушілері хабарласып, мәселе бірден шешілді. Мұнай тасымалдаушыларды жіберетін болған. Еркін Ізбасар жазасын үйреншікті күйде өтеген жоқ. Жазаға тартылған алғашқы күннен бастап колонияның лазаретінде болды. Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитеті сотталушыға ерекше күтім қажет екенін хабарлады. Ұйымдасқан қылмыстық топ жетекшісі Еркін Ізбасар бірінші топтағы мүгедек. Ол жазасын Шығыс Қазақстан облысы бойынша түзету мекемесінің төтенше жағдайдағы қызмет мекемесінде өтеген. Ол түрме дәрігерлерінің бақылауында ауруына байланысты диспансерге жатқызылды. Әсіресе ұйымдасқан қылмыстық топ
жетекшісіне дәрігерлер Өскемендегі облыстық ауруханада кеңес өткізіп, емделуді ұсынғанымен, Еркін Ізбасар келіспеді. Ол алматылық дәрігерлерге қаралуын өтінді. 2021 жылдың қарашасында Еркін Ізбасар денсаулығына байланысты жазасын өтеуден босатылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті хабарлады. Баспасөз қызметінде түсіндірілгендей, бірінші топтағы мүгедек Ізбасардың денсаулығы түрмеге отыруға мүмкіндік бермейді. Сараптама қорытындысы және сотталған Еркін Ізбасардың анықталған аурулары бойынша арнайы медициналық комиссияның отырысы өтті. КБК өз қорытындысында Ішкі істер министрлігінің 2014 жылғы 19 тамызындағы нөмірі 530 бұйрығына сәйкес сотталушыда жазасын өтеуден босатуға негіз болатын аурулардың болғанын анықтады, делінген хабарламада. Осыдан кейін колония қызметкерлері түсіндіргендей, бұл қорытынды барлық материалдармен бірге процессуалдық шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. Жазаның өтелмей қалған бөлігінде сотталғанға бақылау орнатылып, оның орындалуы қылмыстық атқару қызметі саласындағы айқындалған тәртіппен оның тұрғылықты жері бойынша жазаны орындайтын органдарға жүктелгені хабарланды.